Қайырлы күн, достар. Демалыс күндеріңіз қалай өтті? Менің демалыс күнім осылай бастады. Балдарға не пісірсем екен деп, өзім кеш тұрдым 9-да, тез дайын болады, не бар екен деп, каша пісіретін болып шештім. Оладьи пісірем ба деп, блинный табамды алып едім, қайтып орнына сала салдым. Овсяной кашаны мен осылай пісірем. Суға қайнатып алам бірінші, әбден. Сосын су тартылған соң сүт құйып, оны ары қарай 10 минут қайнатып алам. Дәмі күшті болсын десеңіз, шамалы бір қасық май қосып жүрсеңіз, кашаңыз деген керемет болып шығады. Мен көбіне таңертең я рисовый каша жасаймын, я болмаса овсяной каша жасаймын. Өйткені манный каша онша пайдалы емес дегенді естігем, сол себеп манный кашаны көп жасай бермеймін. Овсяной кашаны шамалы сүтін молдау етіп құйып, жақсылап қайнатсаңыз, дәмді болып шығады. Балдарым бәрі тауыстып жеп қояды, осы каша ұнатады балдарым. Осылай баламен арпалысып отырып, шайымды ішіп алдым. Осылай шай ішіп боламыз дегенше 10:30 болды, өзі кеш тұрдық бүгін. Сонымен қой деп столымызды жинастырып тастап, кухняма кірістім. Дәу штативімді залдан алып келуге еріндім де, мынаған сотка тіре салайыншы деп алып алдым. Масқара, мына келіншек мені не істемекші? Желкемен ұстап алған ес? Жібер деймін, мәй жібер. Штатив қылмақсың ба мені? Өзің штативтерің қайда құрсын? Пәлен мыңға сатып алған. Жібер деймін желкемнен. Ал уборканы терезені алып бастайын дедім. Терезем алып толып қапты. Құрсымнан бәрі немене бәле деп бәрін алып тастадым. Мына жерге қарасам, ас қабақ деген ренжіп тұр маған. Жол жаққа қараймын, сен жоқсың арайлым, кешікпей келем деп ең, мен тұрмын елеңдеумен. Ай келіншек, біздің тұрғанымызға неше күн болды? Я асып жемейсіңдер, я манты жасамайсыңдар, я самса жасамайсыңдар. Қой құрысын дегенде асқабақты алып, асып бердім балдарға. Одан қалған осылай кешкілік мантыға пайдаландық. Асылғанды езіп қамырына қосып жібердім, қамырым сап-сары болып шықсын деп. Мантымен жағаласып жүріп, ешқандай заказ түспесе де бір Наполеон пісіріп қояйыншы деп, Наполеон пісіріп қойдым. Осы пирог пісірмеген күндер пирог сұрайтындар көбейіп кетеді. Ал мына Наполеон дайындап алып, енді ешкім сұрамайды ғой. Жеп көргің келіп тұр ма бізді өзің? Балдарың мен бала-шағаңмен жеп алсай, не істейсің біз сатып? По-любому клиенттер шығып тұрған жоқ. Аузыңда ереміз, аузыңда. Өтпесе өтпей қойсыншы, өзіміз шай іше саламыз деп отырғанбыз. Қош бол сәулем көргенше, қайта айналып келгенше, уәдеңе берік бол, на-на-на-на-най-най-на. Қуып кеттім ба? Давай, Мадина, мәссің ба клиент шыққанына? Пирогымды пісіріп, оны статусқа қойып сатам дегенше манты да дайын болып қапты. Мантыны бала-шағам мен енем жасады. Сонымен дайын мантыны қой құрсын, өзім салайын ұятты деп осылай Нұралиді алып екеуміз жүріп мантыны салдық. Асқабақ салғаннан міне мантының түсі осындай шамалы сарғыштау болды. Осылай Нұрали екеуміз суретке де түсіп үлгірдік. Ана жақта деген бала-шағаң жолдасың енең күтіп отыр ғой. Суретке түсе бермей тезірек апарсай. Мантыларым да менімен бірге ұрсып болып жатыр. Масқара, қой құрсын дастарханға апарып ыстықтай жеп алдық, күшті болып. Алдағы уақытта Наполеон рецебін салам. Міндетті түрде каналымда қарап жүріңіздер.